Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен инстаграмда хит болып атқан лаваш сосиска деген рецептісімен бөліскім келіп отыр. Мен де жасап қарадым, өте дәмді, өте тез дайындалатын, таңғы асқа, обедкі асқа балдарға жасап беруге жақсы екен. Ол үшін бізге дүкеннен алынған лавашымызды алып аламыз. Осылай сосискамызды де алып алып, сыртын ашып, үккіштен өткізілген сырымызды, сосискамызды лаваштың ішіне салып, жақсылап орап аламыз. Осылай орап алғаннан кейін клярын дайындаймыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа және тұз қажет. Екеуін жақсылап араластырып, клярын дайындап аламыз. Сол уақытта майымызды табаға құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Өте дәмді, өте тез дайын болатын, балдардың сүйіп жейтін таңғы немесе түскі асы. Істеп жасап қарауларыңызға болады. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеп қолдап кетіңіздер. Осылай өте дәмді, сыры ішінде езіліп тұратын болып шықты.